Бүгін Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 13-ші сессиясы өтті. Сессия жұмысы барысында редакциялық комиссия мүшелері ретінде Айна Шаменова, Альбина Харисовна, Серік Байғалиев бекітілді. Абай облысы мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы 2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы Роза Құдайбергенқызы мәлімдеме жасады. 2023 жылы 1 қаңтарға қалыптасқан бос қалдықтар есебінен 2 миллиард 375 миллион теңгеге бюджет көлемін ұлғайту жоспарланып отыр. Шығыстар жағына келетін болсақ, ең негізгі сомасы Семей қаласында 150 орындық оңалту орталығының құрылысын аяқтауға 1 миллиард 959 миллион теңге мөлшерінде жоспарланып отыр. Сонымен қатар облыстың 23-27 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспары шеңберінде жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеуді бастауға 204 миллион 934 мың теңге мөлшерінде, сондай-ақ бюджеттік мекемелерді ұстау бойынша өзге де ағымдағы өзекті шығындарға 211 миллион теңге қарастырылып отыр. Жерлеу және қабірлерді күту жөніндегі істі ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес әзірленді. Және осы қағидалардың негізгі мақсаты қабірлерді жерлеу және оларға күтім жасау жөніндегі істі ұйымдастыру тәртібін айқындау болып табылады. Зираттарды күтіп ұстауға және пайдалануға, қайтыс болғандарды немесе олардың қалдықтарын жерлеуді және қайта жерлеуді ұйымдастыруға, сондай-ақ жерлеу мақсатындағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар бекітілген. Зираттар мен жерлеу мақсатындағы объектілерге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларында айқындалады. Основной целью данных правил является определение порядок погребения. Қабірлерді жобалау мен орналастырудың негізгі аспектілері қабір учаскелері арасындағы қашықтық ұзын жақтары бойынша кемінде 1 метрді, ал қысқа жақтары бойынша кемінде 0,5 метрді құрайды. Қабірдің тереңдігі топырақтың сипатына және жер асты суларының деңгейіне байланысты белгіленеді, және жер бетінен табыттың қақпағына дейін кемінде 1,5 метрді құрайды. Барлық жағдайда қабірге арналған белгі жер асты суларының деңгейінен 0,5 метрге жоғары. Әсіресе қауіпті инфекциялардан қайтыс болғандар үшін қабірдің тереңдігі 2 метр деңгейінде белгіленеді. Бұл ретте түбіне кемінде 10 см қабаты бар хлорлы әк орналастырылады. Әр қабірдің жер бетінен биіктігі 0,5 метр үйіндісі бар. Қабір үсті 10 атмосфералық сулардан қорғау үшін қабірдің шетіне шығып тұрады. Ескерткіштер мен құрылыстарды орналастыруға, үстелдерді, орындықтар мен құрылыстарды жерлеу учаскесінен тыс орналастыруға жол берілмейді. Зират аумағын жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті тәртіппен ұстайды. Учитывается благоустройство мест захоронения, их содержание, границы участков и отведенного под захоронение. Сыртқы көрнекі жарнаманы елді мекендердегі үй-жайлардан тыс ашық кеңістікте, жалпыға ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарының белдеуінде жарнама туралы Қазақстан Республикасы заңының 17-2 бабының 3 тармағына сәйкес әзірленді. Ереже сыртқы жарнамаларды орналастыру тәртібін анықтайды. За пределами помещений в населенных пунктах, полосе отвода автомобильных дорог общего пользования. Абай облысындағы жарнама және аумақтық бойынша барлық жергілікті атқарушы органдарға таратылады. Жарнамалық бейнелерді және сыртқы жарнама объектілеріндегі ақпаратты конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге, Қазақстан Республикасының тұтастығын бұзуды, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты насихаттау немесе үгіттеу мақсатында пайдалануға болмайды. Жарнама дүниежүзілік немесе ұлттық мәдени мұраны құрайтын өнер объектілерін, мемлекеттік рәміздерді, кез келген мемлекеттің валютасын, діни рәміздерді, кез келген жеке немесе заңды тұлғаларды, қызмет түрлерін, кәсіптер мен тауарлардың беделін түсірмеуге тиіс. Сыртқы көрнекі жарнаманы рұқсатсыз жергілікті атқарушы органдарды тиісінше хабардар етпестен орналастырылуға жол бермейді. Социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства. Семей қаласында күштік спорт, бокс, еркін күрес, дзюдо күресі, таэквондо, ауыр атлетика түрлері бойынша сервистік қызмет көрсету және жаттығу процесін ұйымдастыру бойынша жеке сервистік тарлан батырларымен 2017-2020 жылдар аралығында негізгі шарт 107 миллион 373 мың теңгеге жасалынған. Шартты ұзарту 2020-2023 жылдар аралығында 112 миллион 165 мың теңгеге жасалынған. Абай облысының құрылуына байланысты 31.18.2017 жылғы сервистік шартқа номері 7-ші қосымша келісімшарт жасалды. 2026 жылы қаңтар-тамыз айлар аралығына 24 миллион 998 мың теңге қарастырылған. Жобаның негізгі мақсаты Семей қаласында орналасқан дене шынықтыру сауықтыру кешеніне сервистік қызмет көрсету. Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының бұқаралық спорт түрлері бойынша облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі келесі спорт түрлері бойынша спортқа арналған жаттығу процесін ұйымдастыру.
Бүгінде облыста 25,2 мыңнан астам мүгедектігі бар адам тұрады. Оның ішінде 2,9 мың мүгедектігі бар балалар. Үйлестіру кеңесі өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Негізгі мақсаты мүгедектігі бар адамдарды абилитациялау мен оңалтудың жеке бағдарламасында көзделген іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты, заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру. Абай облысының мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау жөніндегі үйлестіру кеңесінің құрылған болатын әкімнің қаулысымен, және де бұл қаулымен осы үйлестіру кеңесінің ережесі бекітілген. Сіздерге бүгінгі қарауға осы қаулыда қарастырылған құрамды бекітуді сұраймын. Бұл үйлестіру кеңесінің құрамына Шалқар Заманбекұлы Байбеков төрағасы болып енгізіліп отыр. Сұлтанова Айнұр Оралқызы, яғни мен төраға орынбасары, және үйлестіру кеңесінің мүшелерінің құрамына біздің жергілікті басқармалар, сонымен қатар қоғамдық бірлестіктер, және де жергілікті департамент басшылары, сонымен қатар осы әкімнің мүгедектігі бар адамдар мәселелері жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі Еренбаев Руслан енгізілген. Кеңес құрамына, осы кеңестің құрамын шешімі бекіту қажет, соны енгізіп отырмыз. Жалпы қысқаша айта кетсем, осы үйлестіру кеңесі ол облыстың мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау, жергілікті атқарушы және мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерінің өзара ішінара іс-қимылын қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу мақсатында құрылған. Сессия жұмысы барысында депутат Әсемхан Досқожанов қарапайым халықты да құрметті азамат медалімен марапаттауды ұсынды. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ-6 телеарнасы.